Пай, мына самсаларды қараңыздар, қандай керемет дауысын естісеңіздер, бірәм дәмі вообще керемет. Енді келіңіздер осы самсаларды бірге дайындап көреміз. Бірінші начинкасына керек заттарымызды дайындап аламыз. Мен етпен және асқабақпен дайындадым. Етпен бізге пияз, бір картоп, ет және дәмдеуіштер керек болады. Алдын ала бәрін жақсылап жуып тазалап алдым. Және қалауларыңызға қарай турап дайындап қоямыз. Мен осы рецептпен дайындап жүргеніме 1 жылдан асты. Магазиннің әртүрлі маргаринмен жасаған тесталарын сатып алмайтын болғанмын. Және өзім үйде дайындайтын болдым. Осы рецептпен сізде дайындап көріңіз. Астына комментарияға жазып, дайындағаннан кейін отзыв білдіріп отырыңыздар. Ең керемет, ең дәмді самсалар осы күшті самсалар. Мінекей пиязымызды ұсақтап турап алдық. Енді үстіне картопымызды тураймыз. Картоп қалауларыңызға қарап, бір картоп қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Начинкасы әртүрлі болады. Тауықтың етімен картоптың өзімен де қолдансаңыздар болады. Картопта самса болады сонда. Неке оны майдала тураймыз. Қатты үлкен болып кетпесін картоптарымыз. Көбік тәрізді турап алдық картоптарымызды және пиязымыздың үстіне салып салмамызды дайындайтын боламыз. Енді тартылған менде ет, қалауларыңызға қарап турасаңыздар да болады етті. Неке тартылған етті салдым. Енді дәмдеуіштерді саламыз. Менде тұз, қара бұрыш және кішкене сұйық май. Тұзын өздеріңіздің қалауларыңызға қарап саласыздар. Сұйық май қоссаңыздар дәмдірек болады. Салмаңыз. Неке жақсылап араластырып, салмамызды дайындап қойдық. Мен екіншісіне асқабақпен дайындадым. Сіздер сол еттің өзімен де дайындасаңыздар болады. Асқабағымызды да майда кубик тәрізді турап аламыз. Жоқ. Чечевичный суп бар. Шахле. Неке асқабағымызды көбік тәрізді турап болдық. Енді удобный ыдысымызға салып, дәмдеуіштерді салып, салмасын дайындап қоямыз. Мен асқабақпен дайындаған кезде әрдайым қант қосамын. Сонда салмаңыз дәмдірек болады. Енді қант қосып, тұз қосып, қара мұрыш қосып, салмамызды дайындап аламыз. Бұрын деген самса десе ерініп дайындауға самса дайындағым келмейтін, но бірақ жегенді ұнататынмын. Сол енді маған өзімнің тестаммен дайындаған самса өте ұнайды. Сол үшін ерінбей отбасымды қуанту үшін тез дайындап тұрамын. Кішкене сұйық майды қосып жібердім. Неке салмамызды жақсылап дайындап алдық. Неге емес, ана неге. Салмамыз дайын. Енді тестамызды кесіп жайып дайындап аламыз. Менде дайын өзімнің қатпарлы қамырым. Оны бір күн алдын дайындап, морозильникке салып қойғанмын.
рецептін видеоның астында қалдыратын боламын. Сіздер де осы рецептпен дайындап көріңіздер. Дәмі өте қырсылдақ, күшті болып шығады. Осылай бөліктерге бөліп алдым. Мінекей осылай домалақтап, кішкене қолмен жайып аласыздар. Қалауларыңызға қарай. Бірақ тесто дайындағыңыз келмесе, магазиннің слоеный тестосымен де дайындасаңыздар болады. Ол да күшті болып шығады. Мінекей енді осыны ортасынан шетіне қарай жақсылап домалатып жайып аламыз қамырымызды. Мінекей арасына кішкене ұн сепсеңіздер де болады. Қалауларыңызға қарап, мен көбіне ұн сеппеймін. Тестоның өзімен дайындаймын. Мінекей барлық қамырымызды жайып алдық. Енді мен бүгін үшбұрышты емес, басқа бүгу жолымен көрсететін боламын. Осылай менде екі түрлі начинка болған соң, екі түрлі бүгу жолын қолдандым бүгін. Біреу үшбұрышты, біреу осындай әдемі ай тәрізді самса түрін дайындадық. Мінекей осылай видеода қарап тұрғандарыңыздай жасалу жолы өте оңай. Шетін осылай қолмен узор жасайсыздар. Салманы бір шетіне салатын боласыздар қамырдың. Қалауларыңызға қарап, розочка, капля деген бүгу түрлерін қолдансаңыздар да болады. Мен енді осылай тез дайындаған соң осылай ай тәрізді бүгу жолын қолдандым. Неке бұл да әдем шығады. Қонақ күткенге де, өзіңізге жеуге де өте оңайлы. Осылай бәрі листімізге алдымен пергамент қағазын салып, самсаларымызды салып дайындап аламыз. Енді бір лист асқабақпен, бір лист үшбұрышты етті самса болып шықты. Енді жұмыртқаның сарысына мен кішкене сүт қостым. Осылай қып-қызыл болып, әдем болып шығады беті. Енді бетіне осы жұмыртқамызды жағатын боламыз. Осылай қолымызбен жақсылап щеткамен сүртіп шығамыз. Қалауларыңызға қарап, бұрыш, күнжіт мен безендірсеңіздер де болады. Макпен де бетін безендірсеңіздер болады. Мен сары күнжіттен қолдандым. Не осылай, енді қызып тұрған печкамызда 200 градуста 30-35 минутта пісіріп алдым. Енді екіншісін, бірінші листіміз пісіп жатқан кезде екіншісін үшбұрышты бөгіп дайындап қойдым. Неке салмасын көп салып, Шахнурлар, ылғамлар, әдемі дастан, кім шақсат деген әлшер бәрі дайындап алдым және листімізге теріп, осылай пісіріп алдым. Неке қараңыздар, ешқандай керемет самсалар болып шыққан. Ұялмай қонақ күтсеңіздер де болады. Ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін қарап, мені қолдап отырғандарыңызға рахмет. Алда жақсы әрі күшті рецепттер болады.